Сәлем құрметті программисттер, сіздермен мен Айдана. Бүгін мен шартты операторлар жайында айтатын боламын. Ең алдымен шартты операторды Pythonда қолданбас бұрын оны біз күнделікті өмірде қалай қолданатынымызды көрсеткім келеді. Ең алдымен менің мысалыма қараңыздар. Сіздің қалаңызда сіздің сүйікті әншіңіз ән кешін ұйымдастырмақшы. Сіз ол кешке барғыңыз келіп тұр, бірақ жалғыз барғыңыз келмейді. Сіздің Айгүл есімді құрбыңыз бар. Сіз Айгүлге «Айгүл, ән кешіне барасың ба?» деп сұрадыңыз. Сіздің енді ойыңызда мынандай алгоритм түзіледі. Яғни, егер Айгүл ән кешіне баратын болса, барам, болмаса бармайын. Яғни, егер if болмаса else. Егер Айгүл ән кешіне баратын болса, мен де барамын деген сөз, бұл қазақ тіліндегі болымды сөйлем, яғни немесе я, тұру, ақиқат дегенге келеді. Болмаса бармаймын деген, яғни бармау ол болымсыз сөйлемге жатады. Жоқ, яғни false, жалған, дәл осылар бәрі қарастыруға болады. Енді біз ол код, дәл осыған ұқсас кодты Pythonда жазып көрейік. Біз қандай да, яғни пайдаланушы қандай да бір санды енгізеді, ол сан 0-ден үлкен болса, 10 сан деп басып шығады. Ал егер де 0-ден кішкентай, яғни болмаса, 0-ден үлкен болмаса, онда теріс сан деп, яғни болымсыз сөйлем деп алсақ та болады, немесе болмаса деген сияқты да алсақ болады. Енді мен дәл осыған ұқсас есепті Pythonда шығарып көрсетейін. Бүгін енді кешке Айгүл ұйқыға жатар алдында таңертең мектепке қандай киім киетінін шешіп қою керек. Ол үшін Айгүл ауа райына қарап қалың немесе жеңіл киім таңдай алады. Ауа райы 15 градустан төмен болса жылы киім таңдау керек, ал жоғары болса жеңіл киім таңдау керек. Жеңіл киімді 0 санымен, ал қалың киімді 1 санымен белгілеңіз деп қойған. Бұл есепті қазір шығарып көрсетемін. Ең алдымен біз қандай да бір санды енгізуіміз керек. Енді шартты оператор шақырамыз. N саны 15-тен жоғары болса, яғни біздің Айгүл жеңіл киім таңдайды. 0 сан басып шығарамыз. Егер олай болмаса, біздің Айгүл қалың киім таңдайды. 1 сан басып шығарамыз. Есепті экранға жібереміз. Нөл градуста біздің Айгүл қалың киім таңдау керек. Ал енді қайтадан экранға жібереміз. 20 градуста біздің Айгүл жеңіл киім таңдай алады. Тақырыпты пысықтау үшін төмендегі есептерді шығарыңыздар, және де менің арнама жазылып қойыңыздар. Сіздермен болған мен Айдана. Келесі кездескенше.